Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Айдананың қуыршағы 3-ші бөлімін айтып беремін. Ал тыңдаңыздар. Ертесіне Айдана 2 қуыршағын бірдей бөлмесінен алып шығады. Анасы қызын айтады. Қызым, бұл қуыршақтың үйі ғой. Бұл теңіз жағасында өмір сүреді дейді. Ал Айдана болса, анашым, бұл түнімен жылап шықтым, деп жауап береді. Анасы, бұл теңіз жағасында өседі. Бұл сусыз өмір сүре алмайды. Егер ол түнде жыласа, неге таңертең жыламайды дейді. Қызым, онда суға салып қояйық, деп олар үстел басына отырады. Анасы оны аквариум алған екен. Жаңа үйге көшкен кезде балық өсіреміз деп. Сол аквариумға су толтырып, Айдананың қуыршағын салып қояды. Анасы айтады. Мен барып өзім оның бөлмесіне қойып қояйын. Мен бақылап отырамын дейді. Сөйтіп, ол қызының бөлмесінде қызын ұйықтатып отырады. Қызы бірден ұйықтап қалады. Анасы қарап отыр. Ештеңе өзгеріс болмайды. Анасы шығар кезде бөлмеден су шолп етіп жерге су тамады. Анасы, ойбай бөтек, деп терезелерді жауып қояды. Екінші рет шолп етеді. Сол кезде анасы шошынып, жерге күрсетіп, құлап түседі. Егер де балалар, бұл 4-ші бөлімін таңдағыларыңыз келсе, менің арнамда